Қыдырып кеткенімді ажырасып кетті қылды дейді желі қолданушы. Төркініме қыдырып келгенмін, енеме айтып, алдынан өтіп ақ келгенмін. Күйеуім өзі аэропортқа шығарып салды. Енді енем мені адам құрлы көрмеді, менен сұранбай кетті. Әр қайсымызбен қайта-қайта ұрсып жүреді. Ойында ажырасу болған ғой. Ақыры кетіп тыныпты деп күйеуімнің миын жеп жүр екен. Келгеніне 1 жыл болды, әлі бала да көтерген жоқ. Тумайтын қатын сияқты ғой өзі. Артынан барма, кел деп те айтпа. Кетсе сол күйі кете берсін деп әбден маған қарсы қойып тастаған шамасы. Тіпті құдағайына, менің мамама звондап, керек емес, келмесін, алып қалыңыз, балам ажырасуға арыз жазайын деп жүр депті. Сонымен қыдырып кеткенімді ажырасып кетті қылып шығарып, осы бойы 2-ге айырып жібермек ойы бар екенін ашық білдірді. Негізі мені басынан жақтырмайды, онысын жасырған да жоқ. Келін болып түскеніме 1 ай толар-толмаста мамама әбден жамандаған. Қызыңыз өзін келін екенмін демейді, істейтіні бір тамақ, бір үй, сонда да шаршай ма, бөлмесіне барып тығыла береді. Не әкеп берсек те жақпаймыз, қабағы бір ашылмайды. Менің дегеніммен жүргісі келмейді, баламды маған қарсы қояды деп неше түрін айтқан. Ақыр соңында мамам шаршап кетіп, қызым, сол енеңнің айтқанын істей берші. Қанша дегенмен үлкен кісі, күйеуіңнің анасы ғой. Мінезі де оңай емес сияқты, алысып жеңе алмайсың ау деп ақылын айтқан. Айтқанын істеймін ау, бірақ кейде тым артық кететіні бар. Жүйкемді жұқартып ашуыма тиді. Қашанға ләппай тақсыр дей беремін. Кейде айтқаныммен келіспей, қарсы сөйлеп қалатыным бар. Бірақ сонша безініп, ажырастырып жіберетіндей жаман келін болған жоқпын. Күйеуім де тым-тырыс. Не телефон арқылы дұрыстап ашылып сөйлеспейді, не хабарлама жазып. Өз ойын жайын айтпайды. Мен отырмын мында, қайтып бармасымды, барарымды білмей. Сен не дейсің енді, барайын ба мен? Әлде сенің ажырасқың келе ме деп ашығын сұрадым. Білмеймін, мамам тыныштық бермей жатыр ғой дейді. Басым қатып кетті, дейді мәймөңкелеп. Тоба, дап-дардай жасы 31-дегі еркек өзіне не керегін білмей, шешесінің сөзінен аса алмай отыр. Не істеп қойып ең? Маған айтпайтын бірдемелерің бар ма? Ашуыңа тигенсің ғой, сен де тыныш жүрмейсің деп кінәні маған аудара салуды қатырады. Бірақ енеме хабарласайын десем, онымен сөйлесу мүмкін емес сияқты. Мамама сонша сөз айтқан адам маған не айтпайды дейсің? Негізі осындай ыңғайлы уақытты күтіп жүрген сияқты өзі де. Әйтпесе, аяқ астынан бәле шығаратындай ұрсып, қырылып кеткен жоқпын. Қалай ата-анасының үйіне қыдырып кеткен қызға қала салсын, келмесін деп айтады. Сонда оларға отбасы ойыншық па, дейді желі қолданушы. Міне, құрметті оқырман, мен сіздерге отбасындағы бітпейтін ене мен келін мәселесі жөніндегі кездесетін жайттар туралы әңгіме ұсындым. Мүмкін біреулерге ой салар. Бала өскенше, қыз бой жеткенше керемет мәпелеп өсіреміз, оқытамыз, үй қыламыз. Үйлену оңай, үй болу қиын демекші. Сол балаларымыздың өміріне балта шаппай, майда шүйде әңгімелерге көңіл бөлмей-ақ, қайта олардың тату-тәтті отбасы болуына ат салсайық, құрметті ата-аналар дегім келеді. Құрметті менің оқырмандарым, мен арнама қош келдіңіздер. Егер арнаға тіркелмесеңіз, арнаға тіркеліп,
қоңыраушаны басып қойсаңыз, менің күнбе-күн осындай оқып отыратын әңгімемді жіберіп алмай тыңдап отырасыз дегім келеді. Менің арнамда бұдан да басқа мағыналы, ғибратты әңгімелер, өмірде болған оқиғалар, сондай-ақ салт дәстүріміздің, ырым тиымдарымыздың шығу тарихтары, жаңа өмірге деген мотивациялық қағидалар туралы әңгімелердің көп екенін айта кеткім келеді. Сондықтан да, құрметті менің оқырмандарым, менің арнам сіздерге пайдасын тигізері сөзсіз дегім келеді. Сондықтан да арнаға жазылуды, пікір қалдыруды, достарыңызбен де бөлісуді ұмытпаңыздар дегім келеді. Ал әзірге мен сіздермен қоштасамын. Келесі менің арнамда кездескенше.